Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Каспий Pay арқылы екі оплата қабылдау жолын үйрететін боламын. Яғни сіздерге ең алдымен Каспий Pay'дің приложениесіне кіруге тура келеді. Кіргеннен кейін QR-ның суреті тұрады және де астында Каспий Pay деп жазылып тұрады. Оплата қабылдау үшін осы жерде бассаңыз болады. Және де кірген бойда өзіңіздің енгізген алғашқы кодыңызды сұрайды. Кодты басасыз. Басқаннан кейін мына жерде неше түрлі бағыттар тұр. Соның ішінде сіз бірінші жолын көрсетейін. Удаленная оплата, яғни адам сіздің қасыңызда болмаса, оған алшақтан оплата жіберу қабылдау жолы. Өзіңізге керекті сумманы басасыз. 2000 болса 2000, 20 болса 20 200 болса 200 деп. Және сатып алушының номерін осы жерге жазасыз. Ол кісінің номері шыққаннан кейін отправить счет дегенді басасыз, 200 000 теңге тұрады. Ол кісі және осы арқылы, ред арқылы, голд арқылы немесе рассрочка арқылы төлей алады. Және де екінші жолы Каспий QR арқылы бағанадай өздеріңізге керекті сумманы тересіздер, принять оплату дегенді басқаннан кейін осы жерде QR тұрады және ол адам сіздің қасыңызда болса, осы QR-ды өзінің соткасына енгізу арқылы голд, ред және Каспий арқылы төлей алады. Баршаларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.